Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқадан жасалатын тойымды таңғы ас жасаймыз. Жасалу жолы оңай, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал егер де достар маған тіркелмеген болсаңыздар, бұл видеоны жоғалтпау үшін арнама тіркеліп алды, ұмытпаңыздар. Енді сіздерге видеоның барысында барлығын түсіндіремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осындай жасыл пиязымызды алып, ұсақтап тураймыз. Турап болғаннан кейін үлкен отызымызға саламыз. Барлығын мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қоямын. Сол жерден көресіздер. Пиязымыз турап болғаннан кейін бізге 5 дана жұмыртқа керек болады. Піскен жұмыртқа. Осы жұмыртқамызды кішкентай бөліктерге бөліп тураймыз. Егер де жұмыртқаларыңыз үлкен болса, онда 4 жұмыртқа жеткілікті. Бірінші категория болса 5 жұмыртқа қосыңыздар. Міне барлығын осы турап алып, үлкен ыдысымызға барлығын саламыз. Жұмыртқам турап болдым. Енді осындай қатты ірімшікті, яғни сырды осындай үкіштің ұсақ жағымен өткіземіз. Ірімшіктеріңіз болмаса қоспай қойсаңыздар болады. Міне осылай ұсақтап барлығын өткізіп аламыз. Ірімшікті өткізіп болғаннан кейін осы ыдысымызға салып, үстіне дәміне қарай тұз қосып, бұрыш қосып араластырамыз. Және де қаймақ қосамын. Егер де сіздерге ұнайтын дәмдеуіштеріңіз болса, базилик, орегано деген шөптеріңіз болса, қосып жіберсеңіздер болады. Ол да дәміне өте керемет бір дәм береді. Міне осы тұз бұрышын қосып, енді үстіне үлкен ас қасықпен қаймақ қосып, жасап араластырып аламыз. Бұл біздің запеканкамыздың салмасы болады. Осымен дайын болды. Енді кезекте біз қамырын дайындаймыз. Қамырына бізге 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқаны осы венчикпен араластырып аламыз. Және де үстіне 250 грамм қаймақ. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Менде 20% қаймақ, 15-10% болса да болады. Осы венчикпен араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және де қопсытқыш 1 шай қасықтай қосамыз. Енді қамырымызды жақсылап араластырып, дайын болған қамырды противенға қойып, ары қарай пісіреміз. Осындай противен алып, астына жақсылап тұрып сұйық май жағамыз. Міне жағып болдым. Жағып болғаннан кейін дайын болған қамырдың 4-тен 1 бөлігін алып қалып, қалғанын астына құямыз. Енді осы лопаткамызбен қамырды тегістеп жаямыз, және де ортасын салатын дайын болған салмамызды тегістеп салып шығамыз. Өте оңай жасалады. Және де өте тойымды, балаларыма, отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Достар, егер де үйлеріңізде шұжық болса, осының арасына қосып ешқандай да артық болмайды. Осындай жұмыртқамен жасалатын таңғы асқа қосып жесеңіздер өте керемет болады. Енді қалған қамырды үстіне құйып тегістейміз. Және де қызып тұрған пешімізге 180-200 градусқа 25-30 минутқа салып аламыз. Беті қызарғанша пісіреміз. Міне осылай тегістеп барлығын дайындаймыз. Достар, міне осындай таңғы ас жасап көруге кеңес беремін. Жұмыртқадан өте тойымды болып шығады. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міне осылай әдемі болып қызарып піседі. Иісі де өте керемет болып шығып жатыр. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Және айтқанымдай ішіне шұжықтарыңызды қосып, дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар, одан да өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де ұнап жатса, видеоның астына лайк басып, комментария жазып, өздеріңізде қалай шыққанын жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.
дәл осындай қазақша контенттегі каналдарды қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерден тек қана каналыма тіркеліп, астына лайк басып, комментарий жазсаңыздар болды. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне осындай әдемі таңғы ас дәмін көреміз. Өте керемет, нәзік болып шығады. Ортасы барлығы толығымен піскен. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Осындай жұмыртқадан жасалатын өте тойымды, жылдам дайындалатын таңғы ас. Егер де ұнап жатса, мені қолдап қойды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.